Ассалаумағалейкум. Амансыздар, кеш жарық. Қал жағдайларыңыз жақсы ма? Күткендеріңізге рахмет. Біз басқа бір шарадан бірден осы жерге келдік. Өзіңіз білетіндей, бүгін бұйырса сол балаға жүрек жылуы кітабы. Мынау менің алдымда тұрған енді бір өте сирек кездесетін кітаптардың бірі. 76 жылы шыққан нұсқасы қазақ тілінде. Осыны біз қайта аударып, қайта өзімізше өңдеп алдыңызға қайта бір ұсынып жатырмыз ғой, амандық болса. Қалайсыздар, амансыздар, соны бір кері байланыс беріп қойсаңыздар. Біз ақырындап сіздермен таныса берейік. Сөйтіп қазір бұйырса 8:30-да эфирімізді, тақырыбымызды бастаймыз. Осы тақырыптан, осы кітаптан өзімнің бір түйген бір кішігірім дүниелерім бар. Так, Айсаф, ЖКМ, Маржан Абдрахимова, кеш жарық, сәлеметсіздер ме дейді. Кеш жарық. Маржан ғой, ханым, Маржан ханым, кеш жарық. Тағы кім бар бізде? Нұрғанат мырза. Амансыз ба, Нұрғанат мырза? Таныс кісілер бар сияқты. Шуақ, сәлеметсіз бе? Сәлеметпіз. Кеш жарық, Іңкәр ханым. Так, уағалейкумассалам, Арыстанбай Асанәлі. Мен көзім кішкене қатты көрмеу мүмкін. Айша апай. Айша апай. Жоқ, болады. Кеш жарық, Назгүл ханым. Так, Иманбай Елмен Ескендір Мырзағанова. Шүкір, ақырындап, Іңкәр ханым. Егер мен үстін атқан Іңкәр ханым болса. Так, қайырлы кеш болсын. Қайырлы, сіздерге сондай бір берекелі, жақсы бір уақыт болсын. Актуальный тақырып. Негізі, Іңкәр ханым, бұл бәрімізге өзекті тақырып қой, бірақ біз оны қашан мойындаймыз, мойындамаймыз, осы жерде сияқты мәселе. Бізге бүгін мен өзімнің университетіме бардым. Осы кітаппен кезінде бізді былай шыққан кезде қинап оқытқан кісілермен қайта жолықтым ғой. Өзіміздің оқытушылармен, оның ішінде Шолпан Әбілқызы деген, Жалғасова Шолпан Әбілқызы, сол кісі бізге мына кітапты оқыңдар деп үнемі айтатын. Тек осы кітапты емес, сол кездегі классикалық жаңағы педагогика әдебиеттерін, ол Макаренко бар, Ушинский бар, Песталоцци бар бәрін. Ол кісі енді андай бір теңеумен ана кітапханаға барып, аталарың мен апаларыңа сәлем беріп қайтсаңдаршы деп, осы авторларды меңзейтін ғой. Сол бір қызық оқиға есіме түсіп отыр, бір әріптесіміз университетке сол барсам мүмкін жастар отыр, ешқандай ата-апа көрмедім, ешқандай ақсақал көрмедім деген еді. Бүгін сол кісілерге барып, өзімше бір батасын алып, ол кісілерден сол кітапты қайта жарыққа шығарып жатырмыз деп бір хабарлап кеттік. Бірақ жаңағы Іңкәр ханымның айтқанынан бұл кітапты мен енді мойындаймын, ол кезде баға үшін оқыдым. Сол жаңағы 90-95-імізді алу үшін деген сияқты көздегенім сол ғана еді ғой. Кейін отбасы құрып, әке болып, бала мен ойлағандай мінсіз емес болып шыққан кезде, мен ойлағандай сипаттарға сай емес бола бастаған кезде, менде андай бір тоқырау сезімі болды да. Мәссаған, не болып кетті, неге бұлай болып жатыр, неге менде бұлай болып жатыр деген сияқты сұрақтар туындады. Сол кезде осы бір кітап қайтадан қолыма түсті. Бірақ ол кезде орысша оқыдым. Орысша бір әсерленіп, осын бізге қазақша оқытқан еді ғой деп, жаңа қайтадан қазақшасын бір іздеп, электрон нұсқасын тауып, соны бір оқып. Қазір шүкір бір үстел кітабы дейді ғой. Сондай бір кітапқа айналды десем де болады. Сыйлыққа жиі сыйлаймын осы кітапты. Одан бөлек енді жылына бір пысықтап шығуға тырысам, қайталап шығуға. Жеке мен үшін, енді жаңа кітаптың біз алғы сөзінде де осы идеяны жазуға тырыстым. Бұл кітап мен үшін қазір бір бейне шамшырақ сияқты. Тәрбиедегі бір құндылықтарым айнып, белгілі бір сенімдерім шайылып бара жатқан кезде қайтадан еске салатын, қандай бір есім жиғызатын сондай бір құрал ретінде қолданам өзім. Содан кейін де жүрген жерімде осы кітапты айтып жүретін. Осы кітапты қайтадан шығарса екен, баспагерлермен, баспа үйлермен кездескенде мынандай кітап бар, осыны қайта шығарыңыздар деп жүретін. Сөйтіп бір таныстарымыз осыдан бірнеше жыл бұрын бұны шығарды. Мынандай бір тарихи дерек айта тұрайын, мен әзірше эфир басталғанша. Бұл кітап әуелде 68-69 жылдар шыққан, өзінің түпнұсқасында. Кейін бірнеше, жалпы қателеспесем 7 мың басылым болған. Ең енді қызының, Сухомлинскийдің қызы бар, Ольга Васильевна, Василий қызы. Сол кісінің пайымы бойынша 3-ші басылымы ең бір толық нұсқасы болып саналады дейікші. Қызығы 76 жылы қазақшаға аударылған нұсқасы сол 3-ші басылымда аударған бұл кісілер. Енді бұл басылымда бұл жерде 3 аудармашы жұмыс істеген. Сол білінеді кішкене. Одан кейін мынандай моменттер бар. Түпнұсқада мынау болмайды деп жазса, соны болады деп аударып жүрген моменттері бар. Сондай моменттері бар. Және бір мәселе, ол кісілер кішкене құрмалас сөйлемдермен аударған, яғни бір сөйлемде бірнеше ой айтылуы мүмкін. Біз оны былтыр қыркүйекте осы дайын аударма күйінде шығарып үлгере салайық.
мұғалімдер күніне сыйлық қылып тарата қояйық деген сияқты амбициямыз болды. Бірақ бірнеше топқа оқытып көрген кезімізде қазіргі оқырманның тісі батпайтындығын байқадық. Содан редактура емес, бұған қайта аударма керек екен деп, сол қыркүйек қазанда отырғанымыздан мамандармен ақпанның соңында, наурыздың басында бірақ тамамдадық қой. Содан кейін ол дизайнға тапсырылды. Мен оны телефонның несіне де осыны салып қойдым. Сол кітаптың мұқабасының дизайны телефонның кейсіне де осыны салып қойдым. Енді бұйырса амандық болса әрқайсыңыздың бір үстеліңізде болады деген үміттемін. Так, кітаптың атауы «Балаға жүрек жылуы». Балаға жүрек жылуы. Так, жоғары бір көтеріп жібересіз, мен бір кейбір комменттер жіберіп алған сияқтымын. Барынша кез келген сұрақ арасында қоя беріңіздер, мен арасында бірден жауап беріп отыруға тырысам. Қазір басталды, уайымдамаңыз, Серікгүл ханым, қазір 8:30-да басталып отыр. Басынан әңгіме болып отыр. Так, болды, төмен түсе беріңіз, әңгіме сияқты. Енді презентацияны аша қойыңыз. Рахмет, Нұрсұлтан мырза. Бұл енді менің осы кітаптан бір жеке түйгендерім деп алсаңыздар болады. Өзімізше бір пайдалы бір дүние болсыншы деп түрткен заттарымыз. Бұны осы уақытқа шейін бір клубта ғана, кітап клубында, оқырмандар клубында ғана бөліскем. Алейкум ассалам, Нұрсұлтан мырза. Одан бөлек бұл қазір сіздермен бөлісетін тақырыбымда балаға не қажет, бала үшін не ең маңызды деген бір сұрақ болса деп ойлаймын. Осы бір тақырыпты қазір бірге ойлансақ, бірге бір жауап іздесек, сіздерге барынша пайдалы болады деген үміттемін. Кітапта мынандай бір ой бар. Жалпы кітап қызығы, бұл кісі өзі айтады, бұл нұсқаулық емес, бұл қолданбалы, кәдімгі оқулық емес дейді. Бірақ кітап көп ойландырады, ойға шақырады. Оқып отырып, тоқтап қалып, жаңа кітапты жауып қойып, бір шоңып келесіз бар, бір толғап келесіз. Өйткені ішінде менің ойымша бір кесек-кесек бүгінгі біздің мына бір түсініктерімізді, ұғымдарымызды, негізгі қазықтарымызды қағып беретін материалдар, ойлар айтылған. Жалпы бұл кітап 10 жылдан астам уақыт жазылған. Mesela кітаптың ішінде мынандай деректер бар. Мына Коля мейірімсіз. Оп-оңай мысалы торғайды өлтіреді деген сияқты мысал айта салады. Бұл баланың жүрегіндегі жауыздықпен қалай күресем? Қалай оның жүрегін ана жауыздықтан тазартам деген бір педагогтың мейірімін, жалпы ересектің жанашырлығын көресіз. Соны кейін былай жалғайды. Бүгінде сол Коля ата-ана болып, баласын жетектеп мектепке келіп тұр деп. Сондай бір мысалдарын келтіреді. Яғни біз түсінеміз, кітап 10 жылдан астам уақыт бұрын жазылған. Негізі бұл трилогия, яғни 3 кітап. Біріншісі осы балаға жүрек жылуы деп шыққан, екінші, үшіншісі қателеспесем аударылмаған қазақ тіліне. Екінші кітабы, мектепке дейінгі кезеңмен бастауыш деп алатын болсақ, екінші кітабы «Рождение гражданина», ол орта сыныптар, одан кейін «Письма к сыну», ол 18+. Енді мен шайып кетіп отырмын кішкене. Маған оралайық. Мынандай бір ой айтылды. Біз мысал өнеге болуымыз керек бала үшін. Бала үшін өнеге болуымыз керек. Және қандай өнеге деген кезде рухани бай өмірдің, рухани байлықтың өнегесі болуымыз керек. Қарашы, осы кезде не үшін біз осындай бір рухани байлықтың өнегесі болуымыз керек? Бұл жерде мен қосымша деректермен, зерттеулермен толтырып отыруға рұқсат етіңіз. Егер дейді ата-ананың бір ішкі сенімсіздігі болатын болса, яғни осы рухани кедейліктен туындаған бір сенімсіздігі болатын болса, бала үшін одан артық қастандық жоқ. Егер бала өмірде өзін сенімді емес сезінетін ата-ананың қасында тұратын болса, немесе баласының қандай да бір әрекеті ата-ананың бойында ұятты оятатын болса, балаңыздың бір әрекеттері үшін біз мысалға дүкенге бардық, бала жылады, бірдеңкелер тартты, сол кезде ата-ана сол әрекет үшін қысылатын болса, мейлі ата-ана болсын, педагог болсын, бала үшін одан ауыр бір жаза жоқ деп айтады, көп зерттеулерде. Мына жерде сол бір тақырып ашылып жатыр. Біз енді кітаптың түпнұсқасынан алынған цитаталар, орысша деп сөкпейіңіздер. Біз балаға осы рухани байлықтың, рухани бай өмір сүрудің, өмірінің бір мазмұны, толымды, мақсаты бар, мәні бар өмір сүріп жатқанымыздың біз не болуымыз керек, мысал болуымыз керек. Сол кезде ғана дейді, қараңыз, біз моральды құқымыз бар, ол баланы тәрбиелеуге. Бұл жерде педагогсыз ба, тәрбиешісіз ба, яғни мұғалімсіз ба, ата-анасыз ба, аға, жеңге, әпкесі ба, маңызды емес. Егер менде осы бір ішкі рухани байлық болған кезде ғана менде моральды құқық бар. Моральды құқық дегеніміз не? Айталық, мен өзім шылым шегем. Сөйтіп балаға айтсам, шылым шекпе деп. Бала ол сөзді қаншалықты салмақты қабылдайды. Менде моральды құқық та жоқ өйтіп айтуға. Өйткені өзім тура сол ағаттықты жасап жүрмін. Өзім сол мәселеден ара салмай жүрмін.
тура сол сияқты мынандай мысал болуы мүмкін, жаңағы балама өтірік айтпа, өтірік айту деген ең жаман әрекет деп отырамын да, біреу хабарласқан кезде жаңағы ең кең тараған мысалдардан мен жоқ деп айта сал. Мен моральды құқықты жоғалтып алдым. Мынандай бір қызық құбылыс бар. Біз ата-ана ретінде, педагог ретінде өзімізде моральды құқық бар деп санауымыз мүмкін. Мысалға мұғалімнің өзі бір семинар тренингтарға барған кезде тыныш отыра алмайды да, бірақ баладан сол тыныштықты талап ету мүмкін сыныпта. Ол кісінің моральдық құқығы жоқ. Бірақ біз оны өзіміз мойындасақ та, мойындамасақ та, менде моральдық құқық бар деп санасақ та, бұл баламен берілетін баға. Бала оны бір түйсінеді, оны сезінеді, сізде қаншалықты моральдық құқық бар я жоқ екендігіне. Бұйырса эфирді сақтауға тырысамыз. Осы жаңа сіздер WhatsApp арқылы немесе сіздерге жеке мамандар жазу арқылы қосылдыңыздар ғой. Арнайы сіздер үшін осы WhatsAppты бейнені осы студияда түсіріп жатқандығымыздың да себебі осы. Осындай сапалы болсын, сіздерге көруге бір тартымды, ыңғайлы болсын деп, сосын осыны түсіріп, кейін неге де жариялаймыз. Өздеріңізге де, жалпы YouTube-қа да. Осы жерде бізде қараңыз. Тәрбиеші деген кезде бұл жерде біз кең мағынасында қарауымыз керек. Міндетті түрде бұл балабақшадағы адам емес. Тәрбиеші дегеніміз тәрбиешінің бір портреті. Тәрбиеші болу үшін бізге не керек? Біз баланың қандай аспектілерін түсінуіміз керек? Елестетіңізші, егер мысалы өз ісін білмейтін дәрігердің алдына баратын болсаңыз. Бізде осы жерде мынандай бір қызық түсінік бар. Ата-ана болған кезінде ол педагогикадан хабары жоқ болып, ата-ана бола бере алады. Бізде жүргізуші куәлігінде ешқандай жол ережесін білмей алып көлік жүргізе береді ғой, тура сол сияқты. Ата-ана да біз бола береміз, тура сол сияқты біз педагог та бола береміз. Жүре үйреніп кетеді деп айтамыз. Бірақ тура соны мысалы медицинаға келген кезде жоқ, біз бірден бір ережелерімізді бекітіп ала қоямыз да. Елестетіңізші, жаңадан үйреніп жүрген, әлі қателік жасайтын стажер сізге ота жасаса, сізге айтса да қазір стажер бұйырса сізде үйренеді, сізге ота жасаса бола ма деп. Сіздің реакцияңыз қандай болады? Неге тура осы ұстаным, тура осы қағида бізде бағанағы педагогикаға, тәрбиешілікке келген кезде жоқ болып кетеді. Осы жерден біз тәрбиешінің портреті деген дүниені ашқымыз келіп тұр. Тәрбиеші қандай бір нюанстарды білу керек, нені білу керек бала тәрбиесіне қатысты. Енді қазір біз кітаптың ішіне тереңдей бастаймыз. Мен қосымша Мағжанның педагогикасына, Жүсіпбектің кітаптарына, мақалаларына сілтеме жасап отыратын боламын. Бірақ мақсат Сухомлинскийдің ойларына тереңдеп көру. Бұл дәндер сіздерге қазір егер біз соны бір еге алатын болсақ, ол ұғымдар сіздің қазір санаңызға ұялайтын болса, ертең кітапты оқыған кезде жаңғырады деп ойлаймын. Керісінше солар бір бүршік атып, кітапты толық қамтуыңызға бір мүмкін себепші болады деген үміт бар. Мынандай бір түсінік бар. Біз егер Абайға сілтеме жасақ, Абай Құнанбайұлына, Ибрахим Құнанбайұлы толық адам концепциясын жазған кезде адамға бір түрлі компоненттер ретіне қарайды. Қандай бір компоненттер бар. Сөйтіп ол кісі ең бір қарайтын дүниелердің бірі осы бір концепция қарайды. Мағжанда бұны діни тәрбиесі дейді. Немесе қазіргі заманауи ковидің сияқты әдебиеттерінде бұны PQ дейді, physical quality. Қазіргі менің тәнім, қазіргі менің денсаулығым, қайталық менің қазіргі қан қысымым мен температурам деген сияқты заттар. Абайда, Ибрахим Құнанбайұлында бұл не деп келеді? Бұл ыстық қайрат. Яғни менің тәнім дұрыс болатын болса, денсаулығым дұрыс болатын болса, менде не болады? Менде қуат болады, ыстық қайрат. Мен бір іске кірісе алатын сондай бір күшім болады. Және осы бір қазіргі сіздерге ұсынып жатқан көрнекілікке мән берсеңіздер екен. Өйткені тура осы күйінде біз қабылдасақ, кітаптың мәнін түсінеміз деп ойлаймын. Келесісі бізде не? Ол заманауи тілмен айтатын болсақ, IQ тәрбиесі, ақыл тәрбиесі, немесе таным тәрбиесі деп алсақ болады. Бұны Мағжан өзінің педагогикасында ақыл тәрбиесі деп жазады, Сухомлинский да бұны умственное воспитание деп айтады. Бірақ Жүсіпбек Аймауытұлы бұны таным тәрбиесі дейді. Мағынасы ауқымды, толық сияқты. Сол үшін біз осы бір дүниені алдық. Бұл нұрлы ақыл. Егер Ибрахим Құнанбайұлының толық адам концепциясына сүйенетін болсақ, бұл бізде нұрлы ақыл. Енді үшіншісі келе жатыр. Бұл жерде көрдіңіз кішкене өзгереді. Бұл біздің SQ, рухани тәрбие деп жатамыз ғой. Осы жерде енді негізі бұны Мағжанға сүйенетін болсақ, бұны құлық тәрбиесі деп алады. Біз енді Сухомлинскийға кішкене келтіріп, бұны бір сұлулық тәрбиесі деп қойдық. Воспитание красотой өте көп зат негізі осы жайлар туралы айтылады. Енді осы жерде осының ортасында не жатыр деген сұрақ туындады. Кітаптың құны бұйырса айтам, уайымдамаңыз. Физиологиялық халі ғой сонда біріншісі. Физиологиялық халі. Мысалы, қазір біз қарапайым баланы мектепке апаратын болсақ, бірінші кезекте оның физиологиялық жасы мектепке сай ма, соны тексереміз. Туу туралы куәліктің өзі физиологиялық жастың көрсеткіші емес.
Мысалы қазір осы жылғы 2000 қаншасыншы жылғы балалар барып жатыр деп беріп жібере алмаймыз балалар. Егер дені дұрыс мектеп болатын болса, мысалға қандай тест айтсақ болады? Ең қарапайым тест баланың мына құлағын ұстатып көру. Оң қолмен сол құлағын былай бас арқылы ұстай алатын болса, физиологиялық тұрғыда жетілгендігі. Тура сол сияқты мысалы баланың мына білезік сүйектерінің жетілгендігі. Ертең көркем жазуды талап етеді ғой одан бәрі. Сол көркем жаза алу үшін одан физиологиялық сүйектер жетілу керек. Әдетте ол 7 жаста жетіледі. Балада белгілі бір тәжірибе болса, ол ерте жетілуі мүмкін деген сияқты. Ол бұл бағана физиологиялық тәрбиесі, дене тәрбиесі туралы айтып жатырмыз. Тура сол сияқты таным тәрбиесі, яғни ол қаншалықты ақпаратты өңдей алады. Мұғалімді бір айтқаннан түсіне ме, жоқ үш айтқан кезде түсіне ме? Оның қанша сөздік қоры бар деген сияқты нелер болатын болса, сұлулық тәрбиесі бұл көбінесе қазір мектептерде, әсіресе мынау жекеменшік мектептерде де болсын, мемлекеттік мектепте белең алып бара жатқан буллинг дейміз ғой, әлімжеттік. Бір баланың бір балаға күш қолдануы, сөз қолдануы, психологиялық шабуыл жасау, осы бір мәселені айтады. Енді бұл жерде Мағжанның педагогикасында рухани ләззат алу деп атайтын. Адам я сау ләззат алады, я сау емес ләззат алады. Сау ләззат алу дегеніміз біреуге жаңа пайдалы болу арқылы, көмектесу арқылы, алғысын алу арқылы ләззаттану болатын болса, сау емес ләззат алу соны мазақтау, мұқату арқылы, керісінше басқалардың күлгенінен ләззат алу. Адам ләззат алмай тұра алмайды дейді, тек мәселе екеуінің қайсысымен жүруінде. Сухомлинский осыны сұлулық тәрбиесі, яғни баланың айналадан көрген сұлулығы осыған қатты әсер етеді дейді. Осы жерде бір тоқтала кететін не бар? Бұл кісінің негізі осы сұлулық тәрбиесінде табиғатқа өте көп сілтеме жасайды. Яғни табиғаттың әсемдігі, табиғаттың бір ерекшелігі баланың бойында осыны сұлулық тәрбиесін қалыптастырады. Қазір біз қалалық өмір салтын түсіріп жатқандығымызды түсінетін болсақ, онда бізде осы сұлулық тәрбиесі ақсап тұрғандығын автоматты түрде түсінеміз. Өйткені қаланың өкінішке қарай архитектурасы бағанағы табиғаттың, таудың, тастың, өзеннің сұлулығын бере алмайды. Балалар ол табиғатта ары кетсе сол бейнелеу өнерінде салып қана жүр. Енді қараңыз. Дене тәрбиесін айттық. Мысалға, қазір мен баламды андай бір қазіргі заманауи жанашыр әке ретінде баламды бір таэквондоның секциясына үйірмесіне апардым. Балам өз-өзіне тұрып берсін, немесе физикалық дамысын деп. Ол мен дене тәрбиесін уайымдағандығым. Соған бір терлеп инвестиция жасағаным. Қой мен балам IQ-дің бір курстарына барсын. Не дейміз, жылдам оқу дейміз ба, менталды арифметика дейміз ба, сол сияқты бір үйірмелерге таси бастасам, онда мен таным тәрбиесіне жұмыс істегендігім. Енді керек десеңіз, мен оны бір мешітке жетелеп, немесе сондай бір бейнелеу өнері сияқты үйірмелерге беретін болсам, немесе музыкаға беретін болсам, онда мен оны сұлулық тәрбиесіне жұмыс істегендігім болады. Енді осы жерде қараңыз, мынау құрылып келеді де ортасы бос тұр. Өзек бос тұр. Осы жерде өзек деген бір түсінікті енгізсек өзімізге. Осы зат болмаса, онда бізде қуыстық болады. Яғни ананың бәрінің бар екендігінен аса бір пайда жоқ. Мен енді қатты бір бөлісе бермеймін, бірақ мынандай бір дүние болды. 2015-16 жылдары біз мынандай бір тәрбиенің мынандай бір түрімен айналыстық. Лауазымды, ауқатты кісілердің балаларының тәрбиесімен, енді тәрбие деп айтуға келмейді, қайта тәрбиесімен деп айтайыншы. Ол жерде мен қазір мысалы ол компанияларда, сол кезде клиенттерімізді айтсақ, олардың компаниялары танымал, сіздер оны нақты білесіздер, мен сенімдімін. Енді солардың мысалы балалармен жұмыс істеген кезде 15 жастағы, 16 жастағы балалар әке-шешесі мынандай уәж айтады. Елестетіңізші енді, балаларыңыз ол жаста болмаған болатын болса, әлі кішкентай болатын болса, менің әлі үмітім сөнбеген болатын болса, мен қазір оған бәрін беріп жатырмын. Неше түрлі үйірмелерге де бердім, ақылымды да айттым, бақтым, қақтым, бүкіл жағдайын жасадым. Не жетіспейді енді саған деп айтты ғой сол кезде ата-аналардың уәжі. Сол кезде балаларға дәл осы ортасы жетіспей жатыр ғой. Мынаның екеуінің, үшеуінің ішіндегі 4-ші компонент жетіспей жатыр да. Біз балалармен психологтар арқылы арнайы сұхбаттасқан кезде, ана балалар, мен сіздерге айтайын, жекеменшік көлікпен жүреді сол кездің өзінде. Сол заманның өзінде оқ қағары бар, 2-3 оқ қағары бар жаңағыдай. Қалағанның бәрі бірден алдына келе қалады, сондай балалар ғой. Мысалы 15-16 жастағы балалар сол заманда көлік мініп шағып жүрді. Оларға былайша айтқан кезде сот жоқ, я полиция оларға ештеңе демейді, өйткені әке-шешесі бүкіл жағдайын жасап көрген. Енді осының ортасындағы не? Нұрсұлтан мырза жүрек жылуы деген пайым жасап жатыр. Арайлым ханым махаббат. Мына махаббатқа бір оралайықшы, қазір өте маңызды, қызық мына махаббат. Махаббатқа бір оралайық. Жақсы мағынасында. Ортада не тұр деп ойлайсыздар? Және кітап осы ортадағы дүниенің бұлағы деп ойлаймын. Егер біз кітапты бір ең болмаса 10-15%-ның өзін түйсінетін болсақ, сенім, рухани азық, тұлға, рухани тәрбие. Қараңыз, рухани тәрбие, рухани байлық ол ана сұлулыққа кетеді. Эскию сол жақта. Жан тәрбиесі. Ортада түйсік шығар. Қарым-қатынас. Қарым-қатынастың әсері бар. Ортада бір зат тұр. Осы болмаса, құрметті ата-аналары, әріптестері, мен сіздерді білмеймін ғой, қазір кімдер қатқан.
адамгершілік қабілет, отбасы құндылығы. Внимание ашсаңыз. Так, ВК лицей Мусабаева. Жан жылуы, балаға сезім. Ақжарқын ханым, эмоциональный интеллект. Осыны бір қазақшалап жерсек, қазақшалап та айтуға келмейтін шығар енді. Кітаптың тілімен айтып көрсек. Қамқорлық, Лунара ханым, тамаша. Мен университетте өзі бір қалап тұрған сөзді күткен оқытушы сияқты болдым ғой. Бұны EQ деп атаймыз, эмоционалдық интеллект, немесе қарапайым адамның көңілін аулау, немесе осы кітаптың тілімен айтатын болсақ, мейірім деп алсақ болады. Мейірім. Көбіңіз жазып отқан жылу тура осы мейірім, внимание бөлу тура осы мейірім, бағана қарым-қатынастан туындайды. Қараңыз, сұлулық тәрбиесі, мен тауды тасты, сол бір жаратылысты көргеннен қалыптасатын болса, мейірім адам арасындағы қарым-қатынастағы сұлулықты көргеннен қалыптасады екен. Егер дейдік, мен мысалға ата-анамның сол бір өзара мейірімді қарым-қатынасын көрсем, менде бұл мейірім қалыптаса бастайды. Көрдіңіз бе? Кітап бізге сонда осы бір мейірімдің өнегесі болып тұр ғой. Мейірімнің өнегесі болып тұр. Бізге осы мейірім жетіспей қалады екен да. Сонда бағанағы ата-аналар, мен саған бәрін бердім ғой, саған тағы не жетпейді деп жатқан кезде, балаға сол бір кезеңде керек заттардың бірі мейірім. Осы жерде енді бір қорқынышты жаңалық айтайыншы, қауіпті жаңалық деп айтсам да болатын шығар. Бұл мейірімді беретін уақыт бар. Несиенің төлейтін уақыты бар, кешіктірсеңіз қара тізімге кіргізіп жібереді ғой. Тура сол сияқты мейірімді беретін уақыт бар, педагогикада оны сенситивті кезең дейді. Егер сол жасқа дейін мейірім берілген болатын болса, бұйырса соның жемісін жеп өтеміз. Сол жеміс ағашының көлеңкесінде, саясында жататын боламыз. Берілмей қалған болатын болса, онда біз соның өмір бойы орнын толтырумен алысып кетеміз ғой. Енді мүмкін балаларыңыз үлкен болатын болса, осы жерде осы бірандай бір жаман ақпарат ретінде әсер етіп қалуы мүмкін. Бірақ немерелеріңіз бар екенін ұмытпаңыз, оларды да уақытында осы мейіріммен былайша айтқан кезде қоректендіру керек. Енді осы жерде кітапқа бір-екі сілтеме жасай кетсем, жеке маған мысалы бұл кісінің балалармен қарым-қатынасындағы осы мейірімі бір қатты ұнайды. Мен мынандай бір түрлі сүзгілер ұстанатынмын, ережелер ұстанатынмын. Егер автор орыс болса, шетелдік болмаса, мен оны мойындамаймын, мен оны оқымаймын деген сияқты. Бірақ Сухомлинский осы бір сүзгіні барьерді бұзған авторлардың бірі. Бұл мейлі қай ұлт өкілі болса да, педагог ретінде ешқандай баланы бөріп жармайды, ешқандай баланы былайша айтқан кезде өзінікіндей қабылдайды да барлық баланы. Оларға былай мейірімін төгеді. Және мейірімді төгуде есеп жоқ. Қазір мен бүйте тұрамын, қазір мен мысалға білмеймін бұған сіз деп сөйлесе тұрамын, жақсы көремін деп айта тұрамын, ертең қайтарым күту үшін деген ниет жоқ ол жерде. Шынымен оның бір болашағына деген жанашырлықтан мейірімді төгеді. Мен таңғалатым, не деген мына кісіде сарқылмасы мейірім қайдан табады мына кісі деп. Бұл кісі енді биографиялық еңбектерін қараған кезде бұл кісі туралы таңғы 3-4-ге шейін ұйықтамайтын. Осыны бір үнемі жазатын деген сияқты не айтатын. Маған енді бізде қазір Инстаграмда біреу бір пікір айтып шықса болды, бізде әдет бар ғой, кітап жазсайшы деген сияқты. Президент болсайшы деген сияқты. Маған да талай адам кітап жазсайшы деп айтты. Мен білмеймін, кітап жазам деп ойламаймын жақын болашақта. 5-10 жылда шығар мүмкін кім біледі. Сол кітап жазбауыма себеп авторлардың бірі осы ғой. Не үшін мен кітап жазбаймын? Өйткені егер мен бала тәрбиесінде бір сөйлейтін, тыңдайтын адам болатын болсам, тыңдауға лайық адам болатын болсам, онда мен айтқым келетін затты, немесе ең айтылу керек затты айтып қойдым. Не қыламын мен оны қайталап? Не қыламын мен оны өтірік өз атымнан шығарып? Одан да осы автордың атынан қайта шығарып, қайта бір дәріптей берейік деген ой болды бізде. Сол үшін де сіздермен осындай бір бөліскіміз келді. Бала кезінде ертегі көп оқымаған ата-ана жасөспірім кезінде мораль оқумен әлек болады деген осы шығар. Белгілі бір деңгейде, Нұрсұлтан мырза дұрыс айтасыз. Бұл жерде ертегі анау сұлулық тәрбиесі мен таным тәрбиесіне көбірек кетеді. Мейірім кішкене басқаша. Жақсы ма жаман ба? Енді Бауыржан Момышұлы атамыздың өзі айтты ғой, ертегі оқымайтын ата-анадан қорқам деп. Соғыста фашистен қорықпаған атамыз. Бірақ ертегі бұл мейірімді беретіндігіне енді күмәнім бар. Мейірім ол бағанағы сіз айтқандай мораль емес, нотация оқу емес, көрдіңіз бе? Біз андай бір ешкімнің ала жібін аттама дегенмен қалыптаспайды екен де бұл мейірім. Қалай мейірім көрсете алудың үлгісі бар ма? Иә. Осы кітаптың маған бір ұнайтын тұсы, бұл кісі мысалы қазіргі заманауи іскерлік әдебиеттердегі мейірім көрсетудің 5 жолы, қиын ситуацияда өз-өзін ұстаудың 7 тәсілі деген сияқты дүние айтпайды. Бұл кісі түрлі ситуацияда өзін ұстау, кейбір жерлерде өзін ұстай алмай қалу мысалдары арқылы сіз өзіңіз түсінесіз ғой, өзіңіз түсінесіз, мейірімді осылай көрсету керек екен ғой деген сияқты. Ойлаудың ең жоғарғы деңгейі жазу. Келсем.
енді жазу сол басталса, сол бір зерделенсе, терең болса, бұл кісінікідей бір 10 шақты жыл өзінің бір лайықты екендігінің, ұрпақтан ұрпаққа өміршең екендігін бір дәлелдеген кезде ғана барып жазылу керек деп ойлаймын. Жұмыстан шаршап келгенде балама көңіл бөлу қиын болып жүр. Иә, келсем. Өте қиын, ол бір кезең. Бұл кезеңді елестетіңізші, соғыстан кейінгі заман ғой. Бұл кісі соғыста отбасынан айырылады. Бала шағасынан да, әйелінен де бәрінен айырылады. Сол қайғы мұңмен келіп тұр, ойлаңызшы. Біздің бүгінгі жұмыстан шаршап жүргеніміз Асқар мырза ойнамай қалады ол кезде. Бірақ менің таңғалатыным, бұл кісі қайдан күш энергия табады деп ойлайтын ғой. Сөйтсем, мейірімнің өзінің осы ішінде екен ғой көзім. Мейірім беріп үлгеретін уақытты айта аласыз ба дейді. Осы бастауыштың. Мысалдар арқылы келген теорияны өтімдірек болатын сияқты, сол себептен де көркем әдебиеттің тәрбиеде әсері жоғары болатын бағаланатын шығар. Иә, өте дұрыс айтасыз Ақжарқын ханым. Жалпы іскерлік әдебиеттен көркем әдебиет жоғары тұр ғой. Ойландыру, адамды ойландыру тұрғысынан. Мейірім бұлағы болу ұстаздың рухани байлығының жоғары болуынан ба? Керісінше, мен осылай деп ойлайтынмын. Мен өзімше бүйтіп ақталатым. Мен кезінде көркем әдебиет оқымаған, мен сондай бір ортада өспеген, мен рухани бай емеспін. Не істеймін сонда? Мейірім менен шықпайды деп. Ал бұл керісінше жүреді. Біз көрдіңіз бе? Мейірімді бір шай сияқты елестетеміз де, қонаққа шай беру үшін менде ол шай болу керек. Қозаққа ет беру үшін менде ол ет болу керек деп ойлаймыз. Немесе білім сияқты елестетеміз. Мысалы, сыртындағы заттардың бәрін беру үшін менде ол болу керек. Мен мысалы, жаңа білмеймін, қарапайым дене тәрбиесінің бір жаттығуларды балаларға үйрету үшін мен ол жаттығу менде болу керек, түсіндіңіз бе? А мейірім ондай емес. Мейірімнің сипаты бөлек. Бұл мүлдем басқа құбылыс екен. Мейірім менде болу үшін мен оны беруім керек қой. Қайталап айтамын, менде бар кезде ғана мен оны бермеймін. Менде ол болу үшін мен оны беруім керек. Яғни менде сол мейірімді бере бастаған кезде, бар мейірімнің өзін айналаға төге бастаған кезде, мен рухани тұрғыдан байи бастаймын. Осы кітап соны бір түсінуге маған бір себепші болды ғой. Мынандай бір түйінге тоқтадым. Бұл автормен мен келіспейді нақты, бірақ бұл менің жеке өзімнің түйінім. Егер бізде осы бір мейірім болмаса, онда біздегі бір білімнен де, тәжірибенен де өкінішке қарай аса бір пайда жоқ. Әсіресе бастауыш сыныптағы баламен. Егер мен мейірімсіз болсам, бірақ білімді тәжірибелі болсам, мен ересек, бұғанасы қатқан, өзегі бекіген баламен ғана жұмыс істей аламын. Яғни маған дейін біреу оны мейіріммен бір қалыптастырып, іргетасын реттеп берді, мен оны ол адаммен жұмыс істей аламын. Менің біліммен, тәжірибемен сол кезде ғана пайда бар, ойлаңызшы. Ал енді оған дейінгі кезеңде, бағанағы біз айтып жатқан кезеңде, егер біздің баламыз сол жаста болатын болса, немесе немереміз деп айтайықшы, онда мен мейірімді керісінше бір негізгі зат ретінде беруім керек сияқты. Неге автормен мен келіспейді? Қазір оны кітаптан мысалмен келтіремін. Бірақ мына жерде қараңыз, егер мейірім болмай қалатын болса, сол негізгі өзек болмайтын болса, оның сыртың бәрін қаптап, өтірік бір тұрғызып бергеннен не пайда? Ертең бірінші дауыл, бірінші жер сілкінісі болған кезде құлайды да қалады. Яғни мейірім осы жерде бағанағы негізгі бір бізді тіктеп тұрған дүние ғой. Жаман кейіп, так, сәл жоғары көтер жүресің. Бір-екі хаттарды оқимай қалдым ба? Мейірім бұлағы болу, жоғары болуынан ба? Керемет. Так, Арайым ханым, рахмет. Гүлнар ханым жазады. Әжеміз жылу сөзімен, дәмді тамағымен бастан сипап отырып мейіріміне бөлейтін. Тамаша. Сол апалардың қарапайым әрекеттері бізге сол мейірімді сіңдіріп жіберуі мүмкін. Мысалға мен бір мынандай оқиғаны көрдім. Алғашқы қоңырау болып жатыр. Бірінші сыныптың бір баласы бұзық болып тұр, андай жыбырлап. Сол кезде педагог бетіп жай ғана арқасынан қақты. Анау әрекет мен үшін бір мейірімнің нышаны болып көрінді. Осы тақырыпқа қазір ораламыз, махаббатпен байланыстырамыз осы екеуін. Сандуғаш ханым жазады, жаман кейіпкер болмайды, тек махаббаты аз адам болады деу дұрыс па? Белгілі бір деңгейде. Нұрсұлтан мырза, репрессияға шыдаған ата-бабаның депрессияға төтеп бере алмайтын ұрпақ болдық па деп кейде уайымдаймын. Бағана ғана осы бір шарада айтып едік. Авторы соғыстан сонша нәрсе көріп келсе де, мейірімі болғаны қандай керемет, таңғажайып. Бұл жерде бізде осындай бір түсінік бар, жаңағы алдыңдағы ұрпақ, Ахметтер, Алихандар, жаңағы депрессияға шыдады, репрессияға шыдады, біз байғұс стресске, депрессияға шыдай алмай жүрміз деп айтамыз. Енді ұйқасы бар, әдемі, негізі бар сөз сияқты. Бірақ мәселе мақсатта екен. Егер біз шолақ мақсатпен өмір сүрсек, тар мақсатпен, бір дүниеви ғана мақсатпен өмір сүрсек, онда біз таусылып қаламыз. Мәселе сол ұрпақтардың бір әлсіздігінде, жұқалығында емес, мақсаттың инфляцияға ұшырап баратқандығында ғой. Егер біздің де мақсатымыз олардық сияқты ірі болатын болса, егер біздің де сол бір көздегеніміз осы Сухомлинскийдікі сияқты білмеймін, ұзақ болатын болса, стратегиялық болатын болса, бізде де сол энергия пайда болады, бізде де сол күш пайда болады. Егер ата-ананың өзі сол мейірімді сезінбесе, ол баласын мейірім бере ала ма? Динара ханым, осы жерде керісінше сол мейірімді сезіну үшін біз сол мейірімді беруіміз керек та. Бұның алмасу заңдылығы басқаша жүретін болып тұр ғой.
мен мектепке деп келгенде мына педагогикаға дейін Ескендір кім десе, Ескендір бүжай етін. Бүкіл бала, туысқандардың балалары менімен тамақ жейтін. Ескендір келе жатыр десе тамақ жейтін. Яғни балажан деп айтуға ешқалай келмейтін. Бірақ қазір мүлдем өзгеріп кетті. Ескендір қатыгез қаталдан қазір адамдар Ескендір келе жатыр, балалар мейірімді деген сияқты мүлдем басқа сипатқа тани бастадық. Неге? Өйткені осы бір зат бір себепші болды деп ойлаймын. Сонда мейірім балаларымызбен, оқушыларымызбен қарым-қатынасымызда көрініс таба ма? Көрініс табуы керек. Серікгүл ханым, ол егер мейірім таппаса, мысалы қараңызшы, қазір мынандай түсінік бар ғой, гуманная педагогика дейді. Гуманная, ізгілік педагогикасы дейді. Енді мейіріммен тығыз жатқан ұғым ғой. Мен таңғаламын да, қалай педагогика гуманный деп біз оған ондай сипат қоямыз? Педагогика гуманды, педагогика ізгі. Педагогика гуманды емес бола алмайды да, түсініңіз ба? Қалай су ылғал бола алмайды, сұйық бола алмайды, тура сол сияқты ол педагогиканың сипаты. Яғни сұйық су деп айтпаймыз ғой, біз майлы май деп айтпаймыз ғой. Тура сол сияқты ізгілік педагогикасы деп айтудың өзі бір түрлі да. Мейірім көрінбейтін қарым-қатынас деп айту біз енді соған келіп қалғанбыз ғой. Егер бастауышта мейірім берілмей қалса, орта және жоғары сыныпта оқушылардың мұғалім ретінде қандай көмек көрсете аламыз? Өте күшті сұрақ. Жалғыз ғана тәсіл бар деп ойлаймын. Ол қарым-қатынас, ол қарым-қатынасқа жұмыс істеу. Және мына кітаптан кейін егер мысалы өзіңіз сол бағытта сізде мысалы орта сынып болатын болса, рождение гражданина, атының өзі қалай күшті, енді қазақшаға аударылмадық. Сол кітапты оқитын болсаңыз, соған толыққан жауап ала аласыз деп ойлаймын. Бір подкастыңызда айтқан едіңіз, баланың танымдық қызығушылығын ең алғашқы қылмыскері ата-ана болса, келесі қылмыскері бастауыш сынып мұғалімі деп айтқан едіңіз. Өкінішке қарай қылмыскер атанып кетіп жатырмыз ғой енді. Бұл жерде мынандай бір сол қылмысымыз одан ары өршімес үшін өзара бір тәжірибе алмасып алайық. Мен кейде қалжыңдап ер адамдарға әсіресе бір тізе батырып айтып жатамын. Ертең қарттар үйінде кездесіп отпайық, тура осылай. Сол үшін қазір қамданайық, қарым-қатынасқа жұмыс істейік деп. Түсіре қоясыз ба, мен төмендегі комменттерді оқып жүрсем. Бұзық балаларға мейірім көбірек керек деп айтып жатады. Сол мейірімсіздіктен де бұзық болған ғой, негізі асылында. Мейірімді үйіп төгіп беру үшін үлкен күш керек болатын шығар, бәрін ұмыту керек болар. Осы қазір мейірімді қалай беру туралы бір тоқталайық. Миссия дұрыс емес, жастар бір нәрсе тез жеткіміз келетін, әйтпесе жастар әлсіз емес, керісінше. Жастар әлсіз емес, жастардың мақсаты әлсіз. Сәйкесінше әрекеті де әлсіз. Ізгілік педагогикасы туралы не айттыңыз, естілмей қалды. Педагогика ізгі емес бола алмайды. Ол ізгілік педагогикасы деп атап керек емес жаңа. Сұйық су деп атағанмен бірдей деп айттым. Азаматтың есею кезеңі шығар. Әдем, сондай да бір нұсқа болатын шығар. Енді Сухомлинский мынаумен келіспейді. Неге келіспейді? Өйткені ол кісінің түсінігі бар осыған қатысты. Жалпы мынау кейінгі шыққан әдебиеттерде гүлді өте көп теңеуге алады. Біз де соны бір гүлді теңеуге алуға тырыстық, және бір кілттің элементін қостық. Ол жерде идея мынандай болды. Біз баланың жүрегіне кілт табу арқылы оның жаңа жүрегіндегі гүлді жаға аламыз, гүлді бір өсіре аламыз деген сияқты. Гүлдің идеясы көп болды. Енді осы жерде мынандай бір дүниені айтады. Баланың дамуындағы ең басты компонент не? Біз ойлағандай оның білімі, ақпараты ма, жоқ оның физиологиялық денесінің дамуы ма, жоқ оның көп сөз білуі ма, жоқ оның математика, ағылшынды білуі ма, немесе жаңағыдай қарым-қатынасты адамдармен еркін сөйлесе алуы ма деген сияқты моменттерге келген кезде, жоқ оның оқуы ма, жоқ оның психологиялық жай-күйі өте көп мәселелер бар. Қазіргі ата-ананың әрекетіне қарайтын болсақ, біз көбінесе академиялық жетістіктерді алдыға шығарамыз. Қарапайым мектептің өзіне мұғалім болсақ, біз баланың белгілі бір олимпиаданың жетістіктерін алдыға шығарамыз. Сол бір маңызды элемент сияқты. Бірақ Сухомлинский не деп айтады? Баланың дамуында ең маңызды дүние ол үйлесім. Бағанағы біз айтып жатқан баланың дамуындағы әрбір критерий, академиялық жетістігі, психологиялық жай-күйі, эмоциялық күйі деген сияқтың бәрін мына гүлдің күлтесі, орысша лепесток дейді ғой, сол күлтесі деп елестетіңіз дейді. Бір күлтелі гүл болмайды. Гүл болу үшін, гүл әдемі болу үшін, тартымды болу үшін оның бүкіл күлтесі болу керек. Яғни баланың дамуында бәрі маңызды. Үйлесімді даму дейді. Яғни бала үшін, біз үшін маңызды академиялық көрсеткіштер болуы мүмкін. Оның грамотасы, медалі, ертең туысқандар, ата-анам келген кезде мақтанатындай болуы мүмкін. Бірақ бала үшін, егер баланың призмасымен қарайтын болсақ, бала үшін маңызсыз ештеңе жоқ. Бала үшін бәрі маңызды. Біз сол бір жұмыстан шаршап келгенде бір 2-3 минут уақыт не өзгертеді деп ойлауымыз мүмкін. Сол бір мейірім береді ғой дейсің ба, қойш деп қарауымыз мүмкін. Еңбек киімін беріп, тамағын берсем болды деп ойлап қалуымыз мүмкін. Бірақ бала үшін ол да маңызды. Сіздің беріп жатқан киіміңіз, тамағыңыздың бәрі бала үшін бірдей маңызды ғой. Түсіндіре алдым ба? Біз мына жерде 1-2 тақырыпты аттап кетсек, мынандай бір дүниеге тоқталғымыз келеді. Эфир неше уақыт болады? Шамамен бір қатты ұзақ емес, сіздердің сұрақтарыңызға байланысты. Тәрбиесіз берілген адамзаттың қас жауы, өте бір ауыр тақырыптардың бірі.
Бұған мынандай бір пікір қоса кетейік. Біз осыны жақында осы YouTube арнамызға келген сұхбаттасқан эксперттермен сөйлесіп отырып мынандай бір түйінге келдік. Дидактикаға үңілетін болсақ, тәрбие мен білім ешқашан ажырамайды. Екеуі біте қайнасып тұрады. Біз оны кітапта жай ажыратамыз оқу үшін ғана, түсіну үшін ғана. Бірақ табиғатта екеуі үнемі бірге. Егер олай болатын болса, қалай біз тәрбиесіз білім беруіміз мүмкін? Менің сынып сағатында сөйлегенім, оққан моралім, лекциям ғана емес қой тәрбие. Мен оқушылардың алдында ата-ана ретінде болсам, мұғалім болатын болсам, тура сол сияқты ата-ана болатын болсам, дастархан басында отырған отырысым менің лекциям жаңа нотациямнан бөлек. Әрбір әрекетім, өз-өзімді ұстауымның бәрі тәрбие ғой. Бала үшін. Өйткені бала үшін, мынау маңызды, мынау маңызсыз емес. Мына жерде әкем мынандай күйде тұрды, бұнысын алмай қояйын демейді, ол түгел қабылдайды бәрін, түгел жұтады. Көрдіңіз бе? Сонда тәрбие мен білім ажырамайтын болса, Әл-Фараби не айтқысы келді? Тәрбиесіз білім деп. Менің ойымша, тәрбиесіз адамның білім беруі ғой. Яғни бала тәрбиесіз адамнан білім алатын болса, онда осы адамзаттың қас жауы жасайды да бізде. Ойым жетіп салдым ба? Бала жандылықта мейіріммен теңестіруге бола ма? Жоқ, теңестіруге болмайды деп ойлаймын. Мейірімділік бір жеміс ағашы болатын болса, бала жандылық соның бір жемісі, көлеңкесі ғана сияқты ғой. Мынандай бір дүниеге тоқталсақ, енді мен сіздерге жеткізгім келетін негізгі ойлардың бірі өте бір ауыр. Мен бұл тақырыптарды мүмкін қазір көтеру арқылы сіздің мүмкін бір қандай да өткен шақтағы жараларыңыздың бетін түртіп кетемін. Бірақ мен оған саналы түрде барып отырмын. Өйткені қазір осы мәселені өзіміз отырып реттемесек, онда біз іштен кесте алмаймыз, құрметті мамандар, әріптестер. Сонда бір жанашырлықтан бөлісіп жатыр деп қараңыздар. Тіпті керек десеңіздер, сол кітапты түбінде алмай-ақ та қойыңыз. Ол кітапты сіздер алмағаннан оны бір қатты бірдеңе өзгереді деп ойламаймын. Біз дайын болсақ, іштей дайын болсақ, себепші табыла қояды. Ол себепші дәл осы кітап болу шарт емес. Бірақ осы бір ойды алып кетсек. Мысалы, бүгін мен сіздерден шамамен жарты сағат уақыттарыңызды алдым. Осы бір ойдың өзін алып кетсек, бітті. Кітаптар қарай оқымай қойға болады деп ойлаймын. Осы бір оймен бірнеше жыл азыққа алыссақ болады. Осыны әбден мүжілсек болады. Орысша не деп айтады? Там, где нет мудрости, родительское воспитание, любовь матери и отца уродует их детей. Қараңызшы, егер біздің тәрбиемізде, бағанағы мейірімімізде кейде болады ғой, біз өбектеп, шамадан артық беріп жүреміз. Болады ғой өкінішке қарай. Әсіресе ата-әже деп. Егер сол біздің махаббатымызда даналық болмайтын болса, ол махаббат баланы жаралайды. Оның жанын ұсқынсыз етеді дейді. Қандай ауыр сөздер да. Шынымен де біз әбден үлдемен бүлдеге қазір бөленіп өскен балаларды қоғамда көріп жүрміз. Ананың білмеймін, дүниелік мәселесінің бәрі шешілген, не ішем, не жеймін демеді ол. Бірақ қоғамда ол өсті де, қазір білмеймін, кемі парақор болды деген сияқты ғой. Я басқа қылмысты жасап шулатып жүр қазір қоғамда. Яғни ол балаға нақты жетпей қалған не? Яғни біздің оның тәрбиесіне жетпей қалған не? Ол даналық екен. Осы жерде өзімізде көз алдымызға мынандай бір формуланы елестетсек. Мен бұрын ата-аналармен жиналған кезде мынандай сұрақты жиі қоятын. Құрметті ата-аналар, балаңызға деген махаббат бар ма жүректе? Я, Құдай салып берген, ол махаббат бар, онымен қатты бір дау жоқ. Ол махаббат дұрыс шығып жатыр ма осы жерде мәселе? Енді қазақша сөздермен айтып көретін болсақ, сол махаббат жақсы көруге айналдырып жатыр ма? Сол махаббат дұрыс бір көрініс тауып жатыр ма біздің өмірімізде? Жоқ, айғай шуға, ұрыс күйінде шығып, жақсы көргеннен кейін ұрысып жатырмыз деп айтамыз. Мен бұрын педагогтарға, ата-аналарға айтатынмын, жақсы көргеннен кейін ұрысып жатқан жоқпыз. Жақсы көре алмағаннан кейін ұрысып жатырмыз. Бізде сол жетпей қалды. Я, жақсы көргіміз келіп тұр. Енді біздің сол бағанағы бойымыздағы махаббатты балаға үйіп төгетін болсақ, межесінен асырып жіберетін болсақ, аспай қалатын болсақ, немесе ой біледі ғой менің жақсы көретін деп жүретін болсақ, біздің сол махаббатымызда даналық болмаса, бұл жерде кілтті сөз, негізгі ингредиент біздің қазіргі бізге жетіспей жатқан, ол даналық. Осы даналық болмайтын болса, онда ол махаббаттан пайда жоқ. Махаббатсыздықтан тіптен пайда жоқ. Даналыққа бірнеше мысал келтіріп көрейінші, осы автордан. Өзімізге бір тест ретінде қабылдаңыз әзірше. Елестетіңіз, мынандай бір сахна бар. Балаларыңызбен, немесе көршінің балаларыңызбен дейік, біреудің балаларына ұрсу да жеңіл ғой. Бір бөлмеге кірдіңіз, ол бөлме тірі бөлме деп аталады. Гүлдер өсіп тұр. Әп-әдемі болып. Балалар кіре салысымен тамсанады. Қызыл гүл, сары гүл қандай күшті иіскеп көріп жатыр. Сіз сол бөлмеге жетектеп алып кірген жауапты адамсыз. Сөйтіп енді бала ғой олар. Ана гүлді иіскей бастайды, жұла бастайды, бірін-біріне сыйлайды, анама берем, үйтем дейді, ананы бүлдіре бастайды. Сіздің реакцияңыз қандай болады? Сол жерге алып келген жауапты жетекші адам ретінде. Енді бір айғайлап ұрыспасақ та, қолдарынан ұрмасақ та,
тәйт деуіміз мүмкін да. Ей, не істеп жатсың деп ақыл лекция оқып жүруіміз мүмкін. Осы жерде қызығы Сухомлинский үндемейді. Автор ретінде мен бір таңғалғандығым, ол кісі бақылайды, балаларға қарап отырады. Балалар былайша айтқан кезде емін еркін ана жерде өздерінің білгенін істеп жатыр. Нағыз бассыздық қарасаңыз. Жолда бәрін қиратты, отырып бір кезде әйтеуір тынышталады. Балалар бәрі келіп айналасына отырған кезде бар, бұл кісі диалог бастайды. Мынандай бір дүние айтады. Бағана біз келген кезде бөлме қандай еді дейді. Қарашы, не істеп қойдың сен, неге істедің, тәрбие жоқ па деп атқан жоқ. Бағана біз келген кезде бөлме қандай еді деп сұрайды. Балалар айналасына қарайды. Ана айналасына қарау арқылы өздері пайымдап, өздері былайша айтқан кезде өздеріне есеп алып, өздері әрекеттің салдарын түсініп жатыр ғой. Ақырындап балалар жерге қарай бастайды, ұялады, өйткені не білдіріп қойғандығын енді андай балалықпен сезімге беріліп кеткен болса да енді сезініп жатыр ғой. Бала бөлме қандай еді деген кезде ақырындап жауап бере бастайды. Бөлме әдемі еді. Бөлме жарқырап тұр еді, гүлдер қаптап тұр еді. Сол кезде ана кісі сұрай бастайды, қазір қандай болып тұр бөлме? Балалар ана жерде одан сайын. Қарашы, ең ауыр жаза, бағана жаза бола ма деп жатыр ғой. Ең ауыр жаза ол ар жазасы дейді қазақта. Армен тәрбиелеп жатыр ғой ана жерде. Артық әңгіме жоқ, артық тұлғасына қол сұғу жоқ. Ана балалардың ары тәрбиеленіп жатыр ана жерде, намыстары тәрбиеленіп жатыр. Ертең ол балалар ереже бұзбас үшін оларға сергек, камера керек емес. Олардың ұяты өзінде, ол Құдай көріп тұр деп өмір сүреді ертең олар. Енді қараңыз, ана жерде осыны айтады да, қазір қалай болып тұр деген кезде балалар одан сайын. Сол кезде шешім ұсынбайды, ақыл айтпайды, балалардың өздері айта бастайды. Біз ойлап қалуымыз мүмкін ғой, біздің бала айтпайды өйтіп деп ше. Жоқ, ерік берсек, біз даналықтың осы бір жолына бір қадам болсын жасасақ, біз көреміз біздің балаларымыз қандай ақылды екендігін. Сол кезде балалар айта бастайды, қайта гүл отырғызайық, ағай. Но болмайды біздің бүлдіргеніміз. Қайта гүлдерді егейік дейді. Болды дейді. Сөйтіп олар сол жерде кәдімгі оны сабақтың бір процесі қылып жүреді, ойлаңызшы. Қайтадан бару, сол жерге гүл егу. Мен енді автор өйтіп жазбайды, мен өзім кейін бір пайымдадым да. Менің ойымша бұл кісі сол жыл сайын енді балаларды алып келеді ғой мектепке, бірінші сыныпқа. Немесе мектеп алды даярлыққа. Жыл сайын сол балалар гүлді жұлады. Сол жыл сайын бұлар сол гүлді қайта егіп, келесі балаларға дайындап кетеді да былайша айтқан кезде. Сол бір балалардың біз ойлаған тәйт деп бір 5 минутта тия салатын ағаттығының өзінен қандай бір тәрбиелік мәні бар дүние алып шықты да. Менің ойымша осы даналықтың өнегесі. Келіспеулеріңізге болады. Басқа да бір мысалдар тауып алуға болады. Бірақ менің ойымша қайта болмайтын әрекеттер жасай беру емес, асықпай бір-ақ рет, бірақ түбегейлі шешіп жүру ғой мәселені. Енді даналықтың өзінің бір сипаттары бар, даналық қандай деген сияқты бір әңгімелері бар. Бірақ менің ойымда осы баламен, әсіресе жасөспірім жасына дейінгі, осы бастауыш мектепке дейінгі баламен қарым-қатынас құруда мен оқыған авторлардың ішінде Сухомлинский осы бір даналықтың үлгісі. Соның бір әдемі мысалы себепші деп ойлаймын. Сұрақтарыңыз болса мархабат бір жаза отырыңыздар. Мен сұрақтарды оқып жүрейін, комменттерді оқып жүрейін. Жоғары көтеріп жүрсеңіз. Жоғары көтеріп жүрсеңіз. Тағы да, мен не алмай қалдым. Болды. Так, кешіріңіз, эфир неше уақыт? Бұны жауап бердік. Жазба бола ма бұйырса болады, Аружан ханым. Так, рахмет Ақжарқын ханым. Гүлмира ханым, ескенімізді кешірім сұрайып. Так, керемет инсайт болды. Тәрбиесі адам берген білімні. Жоғары көтеріңіз. Қанша жерде тәрбиесі болдым деп ойланып қалдым. Иә, біз ойлануымыз керек қой осы жерде. Осы өте бір маңызды. Мысалы, ата-ана ретінде болсақ, бір 3-5 балаға ғана қарым-қатынасқа түсеміз ғой, ата-ана ретінде, туысқандарды есептемейік. Бірақ педагог болатын болсақ, осы жерде жүк одан да ауыр. Статистикаға сүйенетін болсақ, бір педагог, мысалы бастауыш сынып мұғалімі өзін алатын болсаңыз, бүкіл бір мәнсабында орташа есеппен 3000 баламен қарым-қатынасқа түседі дейді, ойлаңызшы. Қандай ауыр жүкті ана жерде. Сол үшін ғой бізде айтады, дәрігердің қателігі мүрдеде жатыр, педагогтың қателігі арамызда жүр деп ше. Бір елдерде бір адам қылмыс жасаса, сотқа педагогын бірге шақырады екен да. Бағана бір кісі айтқандай, әдебиет мұғалімін шақырады екен. Соның бір ықпалы зор деп санайды. Ата-ана немесе мұғалімнің болмысын өзі тәрбие құралы бола алады деген сөз ғой сонда. Немесе мұғалімнің болмысы. Иә, ол сол тәрбиенің құралы деп айтуға болады екен. Тәрбиенің мәні ғой, бүкіл тәрбиенің мақсаты сол жерде жатыр ғой. Даналы махаббат. Әдемі сөз екен Нұрсұлтан мырза. Ұрлауға рұқсат етіңіз. Даналы махаббат. Оның барлығын қалай қол жеткізуге болады? Даналық барлық адамда бірдей ме? Даналық барлық адамда бірдей емес. Мынандай бір дүние деп қарайықшы, біз босада тамақтанамыз, тәнімізді өлтірмеу үшін. Бірақ қалай тамақтанамыз? Өзімізге пайдалы тамақпен ба, өзімізге зиянсыз тамақпен ба?
ақыры тамақтанып жатырмыз, бір дұрыс тамақтанайық та. Тура сол сияқты ақыры бір тәрбиеге түсіп жатырмыз. Ақыры сол бір қарым қатынасты жасап жатырмыз, жақсы жаманы бар. Соны енді бір даналық егіп жерсек сол жерге, оның жемісін көп жейміз. Бәрінің қолына мүмкін ба? Менің ойымша, иә. Егер қандай да бір инклюзиялық шектеулер болмаса, Бауыржан Момышұлының әкесі жаңа Момынәлі ой мүгедегінен қорық дейді ғой, дене мүгедегінен емес. Дене мүгедегінің өзі инклюзия басқа мағынасын айтып жатырмын. Шектеу емес, егер бір ой мүгедектік болмаса, менің ойымша даналық бәрімізге қолжетімді. Сол бір даналықтан да бір қиссаларда, бір ертегілерде жазылатын, бір сирек кездесетін құбылыс емес, әрбір үйде, әрбір отбасында кездесетін құбылысқа айналдырайықшы. Баламды медресеге білдеп бердім, қызмет қылсын деп, жиналсын деп бермедім деген маңызды ой салатын секілді. Арғы жалғасында бар осының күшті негізі. Так, айту оңай, бірақ осыған жету үшін үлкен шыдамдылық керек шығар. Я, шыдамдылық керек. Мен өзім ойымша ең бір қызба адамдардың бірі едім. Қызба, сондай бір ашушаң адамдардың бірі едім. Бірақ мына бір кітап асықпауға үйретті. Мынандай бір мысал келтіріп көрейінші. Енді сіздер көбіңіз ауыл көрген адамдарсыз деп ойлаймын. Қазір сізге мысалға дейік. Картоп еккізсем, сіз еге салып сол жерде неге өспейді демейсіз ғой. Оның белгілі бір айдан кейін өсіп шығатындығын біз білеміз. Осы жерде қараңызшы, қандай бір даналық бар. Білім адамды асықпауға жетелейді. Егер менде ол білім болса, мен білемін оның қашан пайда болатынын, сәйкесінше мен асықпаймын. Білімсіздік асығуға келеді. Қазір еккен затым қазір өсіп шығу керек сияқты болып тұрады. Қазір егер ауыл, қаланың баласын, асфальттың баласы дейді ғой, Бауыржан Момышұлының термині. Ауылға баратын болсаңыз, ол картоп егетін болса, ол картоп қайда, мен фри жегім келіп тұр деп айтады да. Яғни шыдамсыздық болады білімсіздіктен. Даналық объективті білімнің іс-әрекетке сай келуі ма? Сұрақ түсінген ме? Күмән бар Нұрсұлтан мырза. Бір маған деңгейлеп қойып бермесеңіз. Так, ізгілік педагогикасы деген баланы мейіріммен тәрбиелеу, оны жоққа шығаруға болмайды. Мұғалім тек білім беріп, олардың рухани ештеңеге еге алмас. Міне бұл ізгіліксіз педагогиканың көрінісі. Келсем Айша ханым, бірақ сол балаға тек білім беруді, ақпарат беруді егер ол мүмкін болатын болса, оған рухани азықтырмауды педагогика деп атаудың өзі қате. Мен жеткізгім деп жатқаны осы. Яғни педагогиканың сипаттары ғой ол онсыз да. Сол оны бір ізгілік педагогикасы деп жекеше бір шығару енді маркетингтік тұрғыдан ұтымды бір ерекшелік береді, бірақ асылында іргетасына қарайтын болсақ, ондай түсінік жоқ деп жатқаным ғой. Мен сіздерге қазір осы жерде су сұйық десем, немесе білмеймін, қандай бір мысалдар келтіруге болады. Біртүрлі ғой енді. Құндылықтарды дарыту, мейірім беру ма? Кішкене өзгеше сияқты, бұл бөлек тақырып. Әкенің бе әлде ананың мейірімі маңызды ма? Осы жерде екеуі де маңызды. Кітаптан мынандай бір дүниені айтады Мақпал ханым. Бұл кісі біз енді балалардан кім боласың деп сұраймыз ғой, немесе мынандай боласың деп бірден жауабын береміз ғой. Бұл кісі ол сұрақты қоймайды екен, бұл кісі қандай боласың деп сұрайды екен. Каким ты хочешь быть деп. Қарашы, қандай күшті сұрақ та. Бала ойланады. Сосын мынандай бір дүние айтады. Все реже дейді, барған сайын мейірімді болам деп жауап беретін балалар саны азайып баратыр дейді. Сол заманда дабыл қағып жатыр да ол кісі. Және мынандай бір дүние айтады. Уақыт өткен сайын адамдар мейірімділік тек әйелге тән қасиет деп ойлап бара жатыр дейді. Қандай бір қорқыныш қой деп жеткізіп тұр. Енді шынымен сол үшін қазір бізге мысалы отбасылық зорлық-зомбылық туралы заң қабылдау керек болып тұр да. Өйткені басқаша шешім жоқ, басқаша басқарамайтын болып қалдық та, түсіндіңіз бе? Яғни біз мейірімді анаға я әкеге тән деп бөлмеуіміз керек. Екеуінде де мейірім болу керек, және ол мейірім күнделікті, тамшылап тұру керек қой, күнделікті. Бір кеп мынандай шелектеп төге сала алмаймыз оны. Мейірім мінезге байланысты ма, қаталдық мейірімсіздік пе? Жоқ, мейірім мінезге байланысты емес, бірақ қараңыз, қаталдық біліксіздіктен ғой. Мен ең алғаш педпрактикаға барған кезде мені мұғалім қабылдамай қойды. Ер адам жаңағыдай салақ болады, жауапсыз болады, кетіп құрады. Мен сені алмаймын деді. Мен амал жоқ, басқа әріптестерімнің сабағына қатысып жүрдім. Сол кезде бізден университеттен тағайындалған методист те бірге қатысып жүрді. Содан мен 3-4 сабаққа қатысқан кейін мынандай сұрақ қойды. Қандай ортақ сипат байқадың дейді да, әріптестерің өткізіп жатқан сабаққа. Мен айтамын, бәрі қатал. Неге қатал дейді да? Іштегі біліксіздікті жабудың бір амалы, яғни мен іштей не істерімді білмей тұрғанның жабудың бір амалы ол қаталдық. Бұл талапшылдықпен шатастырмайық. Талапшылдық, қатаңдық ол бөлек. Қаталдық енді ол жауыздыққа жақын мүлдем басқа сипат қой. Талапшылдықтың өзінде мейірім болуы мүмкін. Мысалға педагог талап етіп тұр, әке баладан талап етіп тұр, мысалы таңда тұруын, жаттығу жасауын, кітап оқуын. Бірақ ол жерде мейірім болатын болса, бала оны мүлдем басқаша қабылдайды. Өкінішке орай ізгіліксіз де педагог болады, оны предметник, не пәнгер деп атаймыз. Енді олар педагог деп атамайды, көрдіңіз, оларды университетте оқытушы дейді. Сол үшін университетте олар педагогика дым қатысы жоқ, ол андрогогика, ол ересектердің оқуы. Біз ғой бүйтіп араластырып жүрген.
Академиялық жетістік бірінші тұр, жетістік сонымен өлшеніп кетті. Иә, біздің өлшем бірліктеріміз ауысып кетті. Мысалға біз енді бір заттарды өлшейміз ғой. Мысалы қарапайым мына эфирға қанша адам қатысты деген кезде біз санмен өлшейміз. Енді елестетіңіздерші, мен андай мүлдем басқа затпен өлшесем біртүрлі ғой. Бүгін неше литр су іштім демейміз ғой. Мысалы 5 литр су іштім деп айтамыз ғой. 5 килограмм су іштім деп айтпаймыз ғой біз. Бірақ тәрбиеге келген кезде, баланың дамуына келген кезде осылай өлшем бірліктер ауысып кетті да, мүлдем басқа өлшем бірлікпен өлшеп жүрміз ғой. Өмір бойы дән іздеу керек, келсем. Так, баланы тәрбиелеу үшін ең бірінші өзімізді тәрбиелеу керек ау. Қиын, қауіпті пікір. Шуақ ханым, өте қауіпті пікірлердің бірі. Осы уақытқа шейін тәрбиелемеген болатын болсақ, былай айтайыншы, баланы тәрбиелеу үшін ғана өзімізді тәрбиелеу қауіпті болады, осылай айтайын. Осы ниет дұрыс емес. Сәулем Мұхаттай, ата-анасы ретінде мейірімді даналық бере алсақ, мектепте берілмей жатқан гумансыз педагогтардың қарым-қатынасы баланың өміріне әсер етпей ме? Керісінше, өте күшті затты көтердіңіз. Егер біз балаға осы мейірімді бере алған болатын болсақ, ойлаңызшы, бағанағыны өзекті қалыптастырған болатын болсақ, ертең мейлі ол қандай ортаға түсіп қалады? Шылым шегетін ба, басқа ма ортаға түсіп қалса да, оны бір жаман ағымға тартатын ортаға түсіп қалса да, оның өзегі бар. Көрдіңіз ба? Ол мызғымас. Ал біз керісінше бәрін береміз де, өзекті бермейміз, сөйтіп ол жел қаяққа соғады, қаңбақшал құсап, қаңбақшал деп қой, қаңбақ құсап, ұшарымды жел біледі, қонарымды сай біледі деп жүреді. Адам дінде болмаса мейірім беруінің күшеюіне ықпалы бар ма? Бұл қараңыз, енді бастауыш сынып қой. Діннің өзі мейірім ретінде берілу керек қой, кішкене басқа тақырып деп ойлаймын. Так, дана халқымыз ұшақ сөзбен тәрбие берген. Ұят болады, обал болады, жаман болады. Бұл андай. Сол дана халқымыздың даналығын дұрыс түсінбей жүрміз ғой. Біз қарапайым мәтелдің өзін мақал қылып түсініп жүргеннен кейін бұл заттарды қазір біз ұят болады, обал болады, жаман болады деп тілмен тәрбиелеп жатырмыз. Есімізде бір өзімізге бір бекітейікші. Ешқашан тәрбие ол тіл емес. Осылай ол баланың тәрбиесіне қатысты. Ересектердің халықтың бұқаралық ақпарат құралдары ақпаратына тіл қолдана беріңіз. Оларды енді тіл де өзгертпейді, бірақ қолдана беріңіз. Басқа құрал жоқ. Балада тіл емес, балада тіл емес. Өкінішке қарай, немесе қуанышқа қарай. Қаталдық мықтылық деп, мейірімділікті әлсіздік деп санайтын қоғамда өмір сүреміз ғой. Иә, өкінішке қарай. Мейірімді болсаң, сен әлсізге балайды. Қарапайым сыпайы болсаңыз әлсізге балайды ғой. Біреуге барып сіз деп тұрсаңыз, мынау болмайтын адам екен деп қарайды. Бұл біздің құндылықтарымыздың әбден шайқалып төңкеріліп кеткендігі. Бұған өте көп мысал келтірген, өкінішке қарай. Жүріп өткен жолымыз дұрыс емес болып тұр ма? Так, біздегі ата-аналарға мейірім қаншалықты екенін мөлшерін қалай көре аламыз? Тұрлыбек мырза, бұл мейірім деген бұл өлшенетін дүние емес деп ойлаймын. Бұл басқа құбылыс. Біз бәрін қазіргі нарықтық заманда бәрін өлшеп, бәрін бағасын шығарғымыз келеді. Өлшемасақ басқарамаймыз деп сенеді. Бірақ бұл өлшенеді деп ойламаймын. Қателесу мүмкін. Талапшылдық пен қаталдықты ажыратып бересіз бе? Талапты орындамаса қаталдық қолданып жатамын, басқа не істеуге болады? Басқа менің ойымша мейірім. Мына жерде мысалға педагогтар деп ғой. Бұл кісі баланың өте көп талаптары, бұл кісінің талаптарын балалар орындамайды. Сол кезде бұл кісі не істейді? Қанша заман өтсе де, тіпті қазір мысалы білмеймін, ChatGPT басқа дүние шықса да, біз Марста өмір сүрсек те, бұл жердегі кеңестер менің ойымша өте қолданбалы болды. Мейірімнің өлшемі бар ма? Менің ойымша мейірімнің өлшемі деген ол түсініктің өзі андай бар. Мейірімді өлшеуге тырысудың өзі біртүрлі сияқты. Мен сіздер дұрыс түсініп жатсам, дұрыс емес түсініп жатсам, айыпқа бұйырмаңыздар. Бала тәрбиесіздігі ата-ана мен мұғалімнің мейірім бере алмағаннан ба? Иә, сол мейірімсіз тәрбие беру деген енді миға сыймайтын құбылыс болып тұр ғой. Ақгүл ханым, педагогтың ата-ананың бойындағы ізгіліктің болуы я болмауы баланың тұнық сезіміне әсері. Бала жаны тұнық деп түсінетін ересек өз ықпалын өзімен қарым-қатынастан кейін сезе алуы, жауапкершілік алуы меніңше тәрбиенің өзегі сияқты. Әдемі пікір екен, маған ұнады. Ананы бір сақтап алсақ. Баланың қолындағы телефонын күштеп тартып алуға көзқарасыңыз. Енді бұл я мейірім емес, я ден дұрыс қаталдық емес қой бұл. Мейірім деген не деп ойланып қалдым. Өте күшті зат. Өте күшті сұрақ. Егер осы ойды сала алған болатын болсақ, менің ойымша біз уақытымыз зая кеткен жоқ. Мейіріммен барлық мәселені шешуге бола ма? Бала үшін иә. Енді қылмыскер болып, қазір соттың алдында тұрған адам үшін, менің ойымша өкінішке қарай мейірім қатты бір істеңген шешпейді ау. Бірақ кезінде бір депутат заң шығарды. Заң шығаруды ұсыныс жасады, заң жобасын ұсынды. Белгілі бір уақыттан кейін шылымды, ішімдікті сатпайық, немесе оның жарнамасын жасамайық деген сияқты. Сол кезде адамдар қарсылық танытып жатты да, бұл кісіге бір ток-шоу болып жатыр. Мен оқушымын ол кезде.
ой ішем деген адам тауып ішеді. Кезінде жаңағы СССР-де тыйым салынған кезде адамдар шөпті де қайнатып ішкен, шеккен, ой бұл заң жұмыс істемейді деген дүниені айтып жатқан кезде ана кісі бір өте күшті аргумент айтты да, мен бұны ішіп кеткен адамдар үшін айтып отқан жоқпын дейді. Болашақта ішпеуі үшін, адамдардың осымен уланбауы үшін айтып отырмын дейді. Иә, біздің өзіміздің тұлғалық дамуымызда болсын, баламыздың болсын қарым-қатынасымызда біраз олқылықтар кеткен болуы мүмкін. Бірақ егер біз бүйтіп өкініп артқа қарайтын болсақ, тағы сондай қателіктер жасаймыз, тағы сүрінеміз, тағы жарақат аламыз. Жоқ, өтініш алдыға қарайық. Болашақта сол қателіктердің алдын алуға тырысайық. Және кітап соған себепші болған болатын болса, мен қуанамын. Кітап жалғыз себепші. Бұдан болмаса бітті, мейірімнің көзін таппай қаласыздар, бала тәрбиеде құрдымға кетесіздер деп айтпаймын. Өйтіп айту ол үлкен қате. Сіз өзіңіз айтып отырған дүниелерді қабылдауға қанша уақыт қол жеткіздіңіз? Мен бұл кітапты басқаларға ұсынып бастауымның өзіне бір шамамен 3 жылдан көп уақыт кетті ғой деймін. Яғни ол 3 жылда бір 4-5 рет оқыған болуым керек, қателеспесем. Мен бұны андай бастан аяқ кәдімгі бір андай бір көркем әдебиет оқығандай оқыған жоқпын. Бір оқып, ойланып, соны бір істеп көруге тырысып, сүрініп, көңілін қайтып, қайтадан көріп, осылай бір жүріп оқыдым. Содан бір уақыттарда адамдардан кері байланыс келе бастаған кезде неге балалар саған сырын ашады, неге балалар саған жақын деген сияқты дүниелер айтыла бастаған кезде оның себепшісі осы кітап қой деген бір түйін келді. Содан кейін бұл кітапты ұсына бастадым. Жаңадан әке болған жігіттерге өтініш мына кітапты оқыш, электрон нұсқасын PDF-ін жіберіп деген сияқты. Кітап шығару деген бір идея осы жобамыздың старттың аясында пайда болған кезде бірден осы кітапқа кеп тоқтадым. Енді білмеймін, мені жақын білетін кісілер түсінеді, тіпті мен білмеймін, андай не істеп жүргенім соңғы 1 жылда білмесе де, Ескендір кітап шығарып жатыр десе, осы кітап шығарып жатқанын біледі деп ойлаймын. Ата мен әженің тәрбиесінде болған балалар көбіне мейірімді болады, сол мейірімді көп бере алғаннан ба? Мейірімді, бағанағы мынау бір кестені презентацияны шығара қоясыз ба, кешіріңіз. Ата әженің тәрбиесінде мынандай бір дүние бар, енді ол қызығы қараңыз. Шетелде де бізде де таным тәрбиесі мықты болады. Ата әженің қолында өскен балаларда. Бірақ бағанағы шартсыздық дейміз ғой, негізгі бір сипаттардың бірі осы жетіспей қалады екен. Рахмет. Енді есіміңізді білмеймін, iPhone деп тұр екен. 1 сағаттай уақыттарыңызды алдым. Тамаша Тоғжан ханым, мына хатты енді бір оқып берейін баршаңызға. Қасында 2 қызым кітап оқы деп отыр. Мен Ескендір мырзаның әр сөзін естіп қалайын деп әлі оқымай отырмын. Енді мейірім сұрап отырма деген сұрақ туындап отыр іштен. Иә, деп ойлаймын. Және сіздің қазір мына эфирден шығып кетіп, соларға кітап оқығандығыңыз әлде қайда пайдалы ма деп ойлаймын. Әлде қайда қазір үшін де, болашақ үшін де ол ұтымдырақ әрекет қой. Біз кейде мынау шұғыл мен маңыздыны шатастырамыз ғой. Иә, мүмкін эфир шұғыл шығар, бірақ анық маңыздырақ қой. Және сол маңыздылық тұрғысынан құндылықтарымызды реттеп беретін бір кітаптардың бірі осы кітап деп ойлаймын. Кітаптың басын оқып, тәжірибеде қолданып көрдім, әсер алдым. Енді ата-ана ретінде өзгертулер өзіме енгізу үшін кері оқығым келеді. Тамаша. Біз енді бұйырса, мынау енді эфирді мынандай бір ой болды ғой, сіздер бұйырса 17-сіне шейін отбасын. Біз бүгін ғана кітаптың бағасын бекіттік. Оғанға дейін осындай бір эфирлар жасай берейік деген ой болды. Кейін амандық болса, кітап шыққаннан кейін де андай бір қашықтықтан, сіздің Алматыда емес екендігіңізге қарамастан бір онлайн кітап талдау дейміз ба, кітап клубы сияқты ма, сондай бір жоба жасағымыз келеді. Яғни оқып қойғаннан кейін ананың ішінде пікірталастар жазсақ, мынау бүй деп айтты, жоқ мен былай ойлаймын деген сияқты бір тақырыптар болатын болса, керісінше тақырыпқа тереңдейміз деп ойлаймын. Сондай бір ұсыныс, сондай бір ойымыз бар енді әзірше. Құдай соған жеткізсін. Жоғары көтеріп жүресіз, мен оқып үлгермей қалдым 1-2 сағатта. Жоғары көтереміз. Так, болды осы. Кітаптың Нұрғанат мырза жазды, біз баламызды көп нәрседен шектей бермейміз, оның салдары тым ерке избалуны болып кете ме деген уайым бар, ұсыныс бере аласыз ба? Иә, болып кетуі әбден мүмкін. Нұрғанат мырза, бұл жерде қазақта бір күшті сөз бар осы избалуны дегенге қатысты. Мен есіме түспей тұрған ой. Шолжаң деп па келеді. Тиыннан теңге құраған деген балада күшті аударған осыны. Бағанағы махаббат, бірақ ол махаббатта даналық жетіспей жатыр да.
сол осы жерде сол бір даналықтың бір шекараларын шығару. Бұл жерде жұбайыңыз екеуіңіз отырып, мен үшін не маңызды, маған не керек, маған не ұнамайды, маған не ұнайды деген қарапайым осы екі соңғы маған не ұнайды, маған не ұнамайды деген сұрақтың аясында өздеріңіздің шекараларыңызды бекітсеңіздер, бала сол шекараға соғылып өсу керек. Балаға бұтының таза болуы, ауа жұту, тамақтану қалай қажет болатын болса, сіздің шекараңызға ұрылуы тура солай қажет. Біз оны шекарасыз өсіреміз деп ертең қинап қоямыз. Ата-ананың тәжірибесінде құндылық бар ғой, әрине көбінде емес, бірақ дәстүрлі тәрбие сол еді ғой. Бұны дәстүрлі тәрбие деп айта алмаймыз, өкінішке қарай, Айгүл ханым. Егер шынымен кәдімгі мысалы этнопедагогика, халықтық педагогика қарайтын болсақ, бұл дәстүрлі емес. Көп адам істеді деген сөз дәстүрлі деген сөз емес қой, өкінішке қарай. Мүмкін қуанышқа орай. Рахмет, Тоғжан ханым. Тағы түсіре беріңіз. Айдана ханым, рахмет. Так, мына кітапты міндетті түрде оқимын деп шештім. Соған жеткізсін Құдай. Қайдан алатынын айтып жібересің. Енді жаңа нұсқасын бұйырса, біз сол 17-сі күні қолымызға тисе, баспа 16-сы береді деп отыр. Біз 17-сі соның тұсаукесерін жасасақ деп отырмыз. Содан кейін сатылым ашылады. Содан кейін жеткізу бар. Бірнеше күн алатын шығар. Қай жақта тұратындығыңызға байланысты, біздің поштаға байланысты. Так, сұрақ қандай еді? Қайдан аламыз? Бізден аласыз бұйырса. Біз әзірше бір дүкендерге я басқа жерге шығарамыз деп ойламаймын. Өйткені тиражы аз. Оның өзінің бір 4-тен 1-і қазір бір ауызша болса да өтіп кетіп тұр. Мен алам дегенмен. Бұл жерде бірнеше мектептер қызығып жатыр. Маған ұнап жатқаны, әр мұғалімнің бір үстеліне қойып қояйық деген ниетті мектептер бар екен. Қазіргі заманда оқушылардың зейінін салуы қиын. Телефон. Ата-анаға ол бойынша да бұның ішіне мысал бар деп ойлаймын. Мен ата-ана ретінде шынымен баланың телефонын алаңдасам, қызыға сол телефонды қолына беріп қойған өзім ғой. Енді сол телефонмен қалай күресем, телефоннан бала үшін қалай қызықтырақ болам, сол ютубтағы блогерлардан қалай бала үшін тартымдырақ болам дейтін болсам, менің ойымша қызық шешімдер бар ішінде. Егер бұйырса біз кітап талдауға ішін жетіп жатсақ, мен өз тәжірибелеріммен бөлісуге дайынмын, осы кітаптың ішінен көріп қайталаған. Мен отбасында бір істеп жүрген заттарды жұбайым бір қатты бір барламайтын, оны не үшін жасап жатыр, қалай жасап жатыр деген сияқты. Кейін осы кітапты ол кісі өзі кеште оқыды. Соны оқығаннан кейін барып, біздің отбасында істеліп жатқан мынау үшін екен ғой, мынау үшін екен ғой деген сияқтандай бір жаңалықтар дейміз ба, өзі үшін аша бастадым. Бұйырса, Сәуле ханым, Ақжарқын ханым. Так, түсіре бересіз ба? Идея керемет, енді соның жүзеге асырылуы да керемет болса, так, есерлік деп алуға да болатын шығар. Махаббат тақырыбында ораламыз деп едіңіз, не айтқыңыз келді? Сол, бағана махаббат даналықсыз берілетін болса, ол зиянды болады бала үшін. Сухомлинскийдің дерті мені таң қалдырды. Бұның дінмен байланысты қаншалықты бар, не жоқ. Діннен бөлек шығар бұл кісілердікі. Так, Нұрмат мырза, сағат 20:00-да ұлыммен бірге далада жүргенде бізге көңіл бөлмей, сіздің эфирден маңызды ақпарат аламын деп, сұрақтарым көп деп эфирді таңдады. Пайдалы болсын, Іңкәрхан. Ең болмаса солай бір жауапкершілікті бөле тұрыңыздар енді. Төмен түсе берсеңіз тағы да. Так, талдауға арналған топ болса қосылғым келеді. Бұйырса осы топ, енді қараңыз, бұл жерде бір топ ашылып кетті. Сіздер ол топтан қосылдыңыздар ма білмеймін. Біз айттым ма, жалпы бір 300-ден 400-ге жуық, 400-ге жуық адам ба өтінім білдірген екен осы тізімге. Соның бір 100-ге жуығы бір топқа қосылып кетті, біздің мамандардың ашылған тобына. Бірақ мен оны тоқтаттым, бұл топқа ары қарай қоспайық, өйткені адамдар оған келісім берген жоқ деп. Жеке қалдырды, бірақ сату мамандарының көмегімен жеке де осы эфирдің тақырыбын жеткізуге тырыстық. Бұйырса тағы да осындай бір заттарды сіздермен бөлісіп тұратын боламыз. Осы топтан ары қарай талдау тобы құрылады ғой, айтқым келген Лунарахан. Жалпы пайдалы эфир болды, сізден алатын сабағымыз, сұрағымыз көп. Рахмет, Іңкәрхан. Так, бұрынғы кітаппен қатты айырмашылық бар ма? Жақсы сұрақ. Бұрынғы кітаппен қатты айырмашылығы жоқ деп ойлаймын. Бір екі айырмашылығын айта аламын, Қуаныш мырза. Бірінші айырмашылығы үш аудармашының кішкене ерекшелігі бар. Содан кейін жаңағы айтқандай, негізгі түпнұсқада жоқ, бұлау болмайды десе, я болады деп жазып жіберген моменттері бар. Біздің аудармада бір ізді болды, басынан аяқ бір көркем әдебиетке ұқсаған кішкене. Екінші ерекшелігі менің ойымша біз белгілі бір деңгейде бүгінгі оқырманға ыңғайластырдық. Бір сөйлемде бір ой ғана болатындай, енді анда-санда бір екі ой болатындай. Яғни құрман сөйлемдерден бір қашып дегендей, бірақ оқырманның талғамын қалыптастыратындай да бір қиындық болғанын қаладық. Сондай бір екі айырмашылығы бар. Рахмет. Собаева ханым. Так, Инстаграм парақшаңыз қандай? Инстаграм парақшам Ескен Бестай. Мына жерде жазып жатыр. Рахмет, Гүлмира ханым, жазып жатқаныңызға. Так, түсе берсеңіз. Так, Маржан ханым, рахмет. Так, оптом бересіздер ме? Менің балаларға арналған кітаптар онлайн дүкенім бар, аналарына соң келеді. Бізде сол көтерме бағасымен сұрап жатқан кісілер бар, ондай ой бар, бұйырса ол кезде нарыққа шыққан бағадан төменірек болады. Ондай ой бар. Егер Алматыдан болмасаңыз деген.
шартпен ғой деймін. Мейірімге толы. Айбек мырза, рахмет. Сол мейірім, білмеймін, одан ары тарай берсін. Шынымен бір болашақта қуанатын, өкінбейтін ұрпақтан болайық. Бала шағамызбен бірге сапалы, терең қарым-қатынас өткізетін ұрпақтан болайық. Так, мұғалімде ата-анаңды балаға берер жүрек жылуы мейірім ғана екен ғой. Мейірім деген сөзді үнемі естіп жүрсем де, бүгін оның мәнін әбден түсінуге өрем жетпей жатыр. Сол ғой бізде қараңыз, бізде негізгі ұғымдар, түсініктер қалыптаспай қалған, солардың бір анықтамасы берілмей қалған. Ал ол фундамент болмаса, оның үстіне қанша кірпіш қаласақ та, ол ертең шашылып қалады. Сілтеме, нең сілтемесін Маржан ханым? Кітапты қалай алсақ болады? Бағасы 6590 деген баға бүгін бекітілді. Осы бүгін бекітілді. Біз бірнеше каздев дейді ғой, сауалнамалар алып, сұрақтар алып, соны ары ойланып, бері ойланып осы бағаға бекіттік. Ішкі мамандарда 4000-ға шейін түсірейік деген ұсыныстар болды. Бірақ бұның шығыны біз үшін аударма ұзақ болғандығының себебінен шығындары салыстырмалы түрде көбірек болды. Сол бір өзінің шығынын ақтау мақсатында да біз осындай бір бағаға енді келіп тұрмыз. Одан бөлек тиражы да аз болып тұр. Даналығымыз артсын, әмин. Сол даналыққа жетсек бәріміз. 10 сын сәттің бір екеуінде даналықпен жауап берсек, соның өзі біраз өміріміздің сапасын өзгертейін деп тұр ғой. Эфир пайдалы деп тауып жатқандарыңызға рахмет. Бұл мен үшін бір мәртебе, бұндай кері байланыс алу, сол бағаға лайық болуды жазсын. Бір дүние алып кетсек, соны барып амалға асырсақ, қазір менің ойымша пайда сол кезде еселенеді. Жоқ, тек ата-аналарға емес. Тұсаукесерде бұйырса Алматыда болсаңыздар күтеміз. Мүмкін онлайн ұйымдастырып көруге тырысамыз. Онлайн болмаса да кейін жазбасын көресіздер. Ішінде 100 адам бар топқа қосылсам бола ма? Мен Инстаграм, қалай істесек болады екен? Сізде сату маманы жіберді осы сілтемені. Соған айтыңыз, Ескендірдің нөмірін берші деп айтыңыз. Сосын маған жазсаңыз, мен өзім қосамын сізді. Төмен түсе бересіз ба? Бағасы әдемі екен, алла зейінімізді ашсын, әмин. Мен де талдау тобына қосылған, бұйырса сізге көп рахмет, қай жерде де деген. Кітаптың тұсаукесері Алмай университетінде деп бекітіп жатырмыз. Кешке 5:30-да 17-сі. Эфир бұйырса сақталады. Баланың тілін қалай табамын деп бас қатырып жүрген кісілермен ой бір жерде түйісу, жұмыс жасау қандай ғанибет. Эфир үшін рахмет. Келсем, андай бір мүдделес, мұңдас адамдармен бірігу, ол қашан да адамға бір күш береді ғой. Сондай бір түсінік ортақ адамдармен жүру, ол бізге бір тек қана жылдамдық емес, ұзақтық береді, алысқа бара аламыз. Сіздерге алғыстан басқа айтарым жоқ. Көп рахмет. Сондай бір кеште отбасынан уақыт бөліп осы бір эфирға жұмсадыңыздар. Пайдалы болсын, бүгінде ғана емес, болашақта да, жалпы ұзақ болашақта да пайдалы болсын. Амандықта, саулықта сіздермен жүздескенше өкінбейтін ата-ана болайық, тәжірибесі бай ата-ана болайық. Ертең мүмкін білмеймін, өзіміз осындай бір өзімізден туған бір кітаптар жазып, басқаларға да бір себепші болып жатсақ, мен ойымша бір керемет деп ойлаймын. Рахмет. Амандықта, саулықта, жақсылықта жүздескенше сау саламат болыңыздар.